Мына ұзын деді. Бұл костюмді қазір осы ұзын костюмді 4 сантиметр 5 сантиметрден қысқартамын. Қазір оны адам үстіне кигізіп, мен өзім киіп белгілеп отырмын. 5 сантиметрдей белгілеп алдым. Үсті бұлапқа шаншып, айнаға қарап көремін, қалай тұрғанын. Мінекей, мен үстіп белгілеп алдым. Міне көрсеңіз, осынша біз қысқартамыз. Сіздер соңына шейін мұқият қарасаңыздар, бұл костюмді оп-оңай қысқарта аласыздар. Міне костюміміздің қазір міне белгілеп қойғанбыз. Міне қызыл не соманан бұлай өлшеп аламыз. Бұлай өлшеп аламыз. Тура осы жерден қайтарылу керек. Біздікі 5 сантиметр екен. Значит, біз бүйтіп сызып аламыз 5-ті енді. Бір келкі қып. Өйткені бұл түзу қайтарылған басында. Фабрикада ма тіккенде. Мінекей, мен осы 5-ті алып, осылай сызып аламыз. Мінекей, тура осы жерден бұл қайтарылу керек бұлай. Міне бұлай қайтарылу керек. Енді маған запасын аламыз. Запасын алу үшін осы тігісті көріп аламыз. Қалай тігілген, қанша запас қойылған ішіне. Бүйтіп қарап тұрсам, ішіне де бұл жерде запасын 4 сантиметр қойған екен. Значит, бізде мына жерде біз 5 алдық. Мен, значит, 4 сантиметр қалдырамын. Сонда мен мына жерден қырқып тастаймын. Міне. Және мұқият көріп аңыздар, міне қараңыз қалай тігілген. Бұлай. Мына іш жағын міне көрдіңіздер. 4 сантиметр запас бар. Қазір қырыққан кезде көреміз, бұл жерде тағы не бар екен. Мінекей осылай біз кесіп аламыз бұны. Міне көрсеңіздер, мына 5 сантиметр болды, мен 1 сантиметрін қазір осы жерден осылай кесіп тастаймын. Астарыма несімен кесіп алам. Міне, енді астың жағында тура солай кесіп аламын. Bir сантиметр дейін. Мінекей. Міне кесіп алған 1 сантиметрден. Енді бұны ашып көреміз. Мына жерін ашсақ, мінекей мына ішіндегі несі былай түсті. Бұл жақа көреміз, дублерин жабыстырылған ба, жабыстырылмаған ба. Арт жағына жабыстырылған, алдына жабыстырмапты. Все равно біз айландырып, бұл жерге дублерин жабыстырамыз. Міне көрсеңіз, мерге бекітіп қойған. Бізде тігіп атқанда тура осылай бекітіп шығатын боламыз. Мінекей, мына жағында көреміз. Мына жердің астары кесілмепті бізде. Біз бұны кесіп аламыз. Мына жерде әрбір тігістің тұсын закрепка беріп бекітіп қойған. Бізде тура осылай тігістердің тұстарын бекітіп отырамыз. Мына жерді көрсек, бұл жерде солай бекітіп қойған. Ортасындағы тігісін, жанындағы тігістерін осылай бекітіп алған. Міне біз кесіп алдық. Көрсеңіз, енді әдемі тұр. Мен қазір бұны теріс аударып сіздерге тігісін көрсетемін. Мен
осылай 4 сантиметрден осылай сызып алдым белгілеген жерден. Мынау подбордтың қасына шейін келу керек. Мінекей астардың қасына шейін қазір тігіп шығамын осыны. Қолман көктеп алдым, тайғанап кетпеу үшін. Мына бетінде тура солай сызып алдым. Мінекей подбордтың қасына шейін, подборд мынау астарға шейін әзір осыны бет тігіп шығамын. Мінекей осылай тігіп шығам. Мінекей мына жағы екінші беті, мінекей бұл да осылай тігіледі. Көктеп алдым. Осы жер 5 сантиметр болған. Мен 4 сантиметр қалдырдым. Өзінде солай қайтарылған екен. Мына бетте тура солай алдым. Мынау мына астардың қасына шейін, астарға шейін мен қазір тігіп шығамын. Мінекей мен жаңа сызған жерім мына. Осы сызған жерден бастап тігеміз. Мүсіліп кетті. Мінекей тура осы сызықтан тігіп шықтым. Мына көрсеңіз әдемі тігіліп шықты. Келесі бетінде тура солай тігіп шығамыз. Бұны да сызып қойдым. Мінекей сызығым. Енді осы сызықпен біз тігіп шығамыз. Немді тастаймын. Тура осы сызықпен. Көрсеңіздер, туралап тігіп шықтым. Бұл апқанды алып тастаймын. Мінекей үстіп тігіп алдық. Енді бізге бұл алдыңғы несі, біз енді мынаны ұшынан тігіп шығамыз. Ол үшін қазір теріс бәрін аударып жібереміз. Бүйтіп костюм бәрін ішіне сап жібердім. Бұлай. Міне енді көремін қазір. Бұл енді бұрын тігілгендіктен бұларда мына тігістері мен тігістері тура келе салады. Біз бұған бұлапқа шаншып аламыз. Мінекей бүйтіп. Енді мына тігісіміз бар ортадағы, арт жағындағы ортадағы тігіс. Бұны да осылай қойып бұлапқа шаншып аламыз. Келесі тігісіміз, мына боковой тігісі, оған да біз бұлапқа шаншып аламыз. Мінекей бұлапқымыз шаншып алдық. Енді осыны жүргізіп шығамыз. Мына шәйі астар жақтағын тігіп шығамыз. Мына жағының қажеті жоқ. Мына бір жерден бастаймын. Жарты жерінен. Енді 1 сантиметрден осылай тігіп шығамыз. Көп емес. Лаптың бойына айландырып тігіп шығамын. Міне мен соңына жетейін дедім. 1 сантиметрден тігіп атырмын. Мынаның жартысына шейін тігемін. Беріп аламыз. Мінекей 1 сантиметрден айландырып тігіп шықтық. Міне қыздар, мен 1 сантиметр тіккен жеріме қайтадан осындай паутинка қойып тігіп шығамын.
Өйткені мынаны қайтарған кезде, түктеген кезде өзі әдемі ұстап қалады. Паутинканы тігіп шықтым. Енді бұлай қағып тастаймын. Міне жалтырап көрініп тұр. Міне енді қыздар, мына басын кесіп тастаймыз. Бұл үшбұрыш бізге қажет емес. Өйткені бұл жерде шоқпардай болып тұрады, қалың болып. Міне осылай кесіп тастаймыз. Мен екі жағында кесіп алдым солай. Мінекей екінші жағында осылай кесіп алдым. Енді біз бұны мынау қолтықтың астынан біз сөктім. Мынау қолтығының астынан сөгіп алдым. Қазір осы жерден бұны аударып шығамын. Осы киімді қазір осы жерден аударып шығарамын. Жаймен бүйтіп аз-аздан бұлай мін осы жерден әзір бәрі осы костюм шығады осы жерден. Міне оңай шығып жатыр. Көрсеңіздер, осылай шықты костюмымыз. Жаға бүйтіп қояйын. Мінекей мен осы жеңнен аударып алдым, қыздар. Жеңнен мына жерден ашып. Қазір біз мынаяқтың бәрін былай туралап шығарып аламыз. Әсіресе мына бұрыштарды иненің ұшынан жайлап бүйтіп шығарып бір келкі қылып ұстап аламыз. Мінекей менікі де бағанағы алғашта көргендегідей осылай тегіс болды. Енді мына арасы бізде мына жерден бүйтіп бүктелінген кезде бізде арасын мінекей көрініп тұр осындай. Тура солай қылып сіздер де істейсіздер. Мұқият қарасаңыздар, ішіле қиын емес. Өте оңай, жеңіл түрінде тігіледі. Мінекей, бұл шеті де тура солай болды. Енді біз осыны туралап, мына линияманы тігіп, қолмен тігіп аламыз бұны. Қыздар, қазір мына паутинканы тігеміз. Костюм жағына қойып тігуіміз керек екен. Міне осылай костюм жағына қойып тігеміз. Астар жағына емес, костюм жағына қойып, осылай тігіп шығасыздар. Мен соңына шейін тігіп шығамын. Соңына шейін тігіп шықтық. Енді мына жеңнің қасынан бұны кері шығарып аламыз. Мінекей бұл өте оңай, жеңіл шығады. Міне шығарып алдым. Мына бұрыштарды әдемілеп бері шығарып аламыз, бүйтіп туралап. Мінекей иненің ұшында шығардым әдемілеп. Ана бетінде тура солай шығарып аламыз. Мінекей бұл беті де. Шықты бәрі. Енді бізге болапқа шаншуымыз керек. Мына жерден бізде ішінде бағана көргенімізде осылай 4 сантиметрлік ішінде матасы тұрған. Бізде солай қабаттап болапқа шаншып отырамыз. Бұл жерде 3 тігіс бар. Сол 3 тігістен болапқа шаншып аламыз. Мінекей центральный тігісі
Үйерге де булавка шаншып аламыз. Енді мына шетінде бұл да бір боковой тігісі. Бұл жерде көреміз, солай 4 сантиметрден астындағы шоғын туралап алып, мінекей осылай бұл жаққа да булавка шаншимыз. Міне бәрін булавканы шаншып алдық. Енді біз осылай қолманы көктеп тігіп шығамыз. Мінекей мен осы жерден әзір көктеп аламын. Маған мына жеңіл болып тұр. Өйткені бұның полоскасы бар. Сол полоскаманан лайықтап алып отырмын. Мінекей, мына полос жолақпаған алып, аяғыма шейін әзір тігіп шығамын. Мінекей, мен соңына келдім, көктеп алдым. Кесіп әзір. Міне, көрсеңіздер, осылай болып тұр. Мына көргенде. Мына енді менде, мына жерде лента клей тігіп тастаған. Сол себептен ішінен мен ілмедім. Булавкаларымды тастап, қазір осы жерде үтіктей саламыз. Міне мен үтіктеп қойдым. Ашылғанда мынандай ашылып тұрады. Мінекей, өте әдемі шықты. Осылай тігіп аласыздар. Оң жағы да өте әдемі теп-тегіс тұр. Булавкамды тастаймын әзір.